Сәлем достар. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар, қолдаулар мен үшін маңызды. Келесі бөлімдер тезірек шықсын десеңдер, сипаттамада, описаниеде тұрған Каспий нөміріне қолдау көрсетсең. Қабылдау рәсімінің қарсаңында түн жамылып қолбасшы Джулиус Эвелиннің бөлмесіне жасырын түрде келеді. Оның әдеттегідей мысқыл аралас күлкісімен өткір тілі бөлме ішін жаңғыртты. Енді шәкірт тәрбиелемеймін деп ауыз толтырып айтып жүріп, жаңа шәкіртін күн сайын тынымсыз дайындықпен қинап жатқан Эвелиннің бұл әрекетін келемеждей бастады. Алайда Эвелин бұл дөрекі адамның аяқ астынан пайда болуына әлдеқашан бой үйреткен. Ол Джулиустың қажауларына селт етпестен өз жұмысын жалғастыра берді. Соңғы уақытта Джулиустың жалғыз ермегі бұрынғы серіктесін осылай әжуалау және оның ең қымбат шараптар коллекциясын ортайту болып кеткен еді. Бірақ сол кеште Джулиустың көздегені мүлдем басқа еді. Ол жиынның бойынан Эвелиннің нақты нені байқағанын білгісі келді. Эвелин қолындағы шарап бөтелкесін тартып алудың бекер екенін түсініп, ақыры тілге келді. Оның айтуынша, жиын күткеннен де жоғары нәтиже көрсеткен. Ол баланың еңбекқорлығымен туа біткен қабілетіне тәнті болған Эвелин, оны өз қолынан өткен ең үздік шәкірттердің бірі деп бағалады. Бұл жай ғана мақтау емес еді. Бұл сөздердің астарында үлкен салмақ жатыр. Себебі кезінде атақты Аксион Рагнердің өзі де осы Эвелиннің қатал тәрбиесінен өткен болатын. Бірақ Эвелин мұнымен тоқтамады. Ол Джулиусты тіптен есеңгіретіп тастаған батыл мәлімдеме жасады. Жиынның әлеуеті мен күш-жігері тіпті Аксион Рагнерден де асып түседі. Бұл ұстаздың жай ғана эмоциясы емес, өз көзімен көріп, саралап айтқан соңғы үкімі. Джулиус Эвелиннің талантты тани білу түйсігіне әрдайым сенетін. Әзілдеп болса да, қалай десек те, Эвелиннің қос жанары түгел, ал менің бір-ақ көзім бар ғой деп оның көрегендігін мойындайтын. Жалпы, адам баласының қысқа уақыт ішінде осылай күрт өзгеруі ақылға сыймайтын, тіпті мүмкін емес құбылыс. Сондықтан Джулиус бір ғана қисынды қорытындыға келді. Жиын осы уақытқа дейін өзінің шынайы құдіретін әдейі жасырып келген. Әрине, сонша жыл бойы тасада қалып, кенеттен жарқ ете қалуы күмәнді көрінгенімен, бұдан басқа нақты түсініктеме табуы мүмкін емес еді. Ал Эвелин болса өз қағидасына берік, шәкіртім асығыс адымдаса, ерте ме, кеш пе, міндетті түрде сүрінеді деп есептейтін. Бірақ жиын бұл қағидаға бағынбады. Ол бейне бір тылсым күш өкшелеп келе жатқандай немесе көрінбейтін қорқыныштан қашқандай өзін шектен тыс зорлап, тынымсыз алға ұмтылатын. Оның әрбір қимылынан жанын қоярға жер таппайтын үрей мен сол үрейді жеңуге деген талпыныс анық байқалатын. Дәл осы себепті Эвелин шәкіртінің қабыршақты айдаһарлар қоғамына қосылмақ болған ниетіне қатты алаңдаулы еді. Джулиус қолындағы шарап бөтелкесін соңғы тамшысына дейін тауысып, Аксионның айналасында расымен де үлкен мәселе туындауы мүмкін екенін мойындады. Ол Эвелинге жиынның қасынан бір елі қалмай, қауіпсіздігін жеке қадағалауды тапсырды. Джулиустың түйсігі бұл жолғы қабылдау рәсімінде міндетті түрде бір бүліктің боларын сезіп тұр еді. Эвелин де іштей бұл ойды мақұлдады. Оқиға басқа арнаға бұрылса да, бұл кеште бірдеңенің сөзсіз орын алары анық болатын. Рагнер әулетінің қатал мектебінен өткен жан ретінде, Эвелин бір шындықты жақсы білетін. Егер бір үйір аш қасқыр бір жерге жиналса, олар ең алдымен өзара иерархия орнатып, кімнің мықты екенін анықтауға кіріседі. Ол үстел үстіне әскери киімді тастап жатып, Джулиустың ескертуін есіне алды. Жиынның қауіпсіздігі үшін оны қайтадан өз тобына қосу керек. Негізінде, Джулиустың көздегені тек жиын емес еді. Ол Эвелиннің өзінде ақ айдаһар сауытты атты әскер қатарына қайта оралтқысы келетін. Жай ғана айдаһар міне алмай қалды деген сылтаумен, мұндай асыл текті жауынгердің зейнетте шіруіне жол бергісі келмеді. Джулиус үшін Эвелин майданға оралып, өзінің аяқталмаған миссиясын соңына жеткізуі тиіс болатын. Джулиус шарап үшін алғысын айтып, бөлмеден шығып кетті. Ал Эвелин болса, бір бөтелке бағалы сусыннан айырылса да, оның орнына өмірінің мәнін қайта тапқандай сезімде қалды. Оқиғаның қазіргі сәтіне оралсақ, Камилдің сарайында Эвелин болған жайттарды ой илегінен өткізіп отыр. Кенет ол жиынның өзін аңдып жүргенін байқап, сескеніп қалады. Бұл кездей соқтық па, әлде бәрі әу бастан жоспарланған ба? Мүмкін жиын осы нәтижеге жету үшін, осы бір құпия қоғамға әдейі кірген шығар. Эвелинді таңғалдырған тағы бір жайт, жиынның оны қай сәттен бастап сезе бастағаны еді. Ал шындығында жиын арбаға отырған сәттен-ақ ұстазының соңынан еріп келе жатқанын білген болатын. Оның бойындағы айдаһар жүрегі айналасындағы энергияны сезінуге мүмкіндік беріп, тіпті 6-шы сезімнен де өткір жұмыс істейтін еді. Ал енді ең маңызды сәтке де жеттік. Кек алу ойыны басталатын сахна әлдеқашан дайын еді. Жиын сабырлы қалыппен Эвелинге бұрылды. Ол залда отырған ақсүйектердің Рагнер әулетінің мұрагерін ашық түрде қорлағанын суық тілмен еске салып, мұндай ауыр қылмыстың жазасы қандай болмақ деп сұрады. Залда отырғандардың жүздері бір сәтте бозарып, өлімнің лебін сезгендей болды. Кейбірі тіпті қорқыныштан есінен танып қала жаздады. Себебі олар заңның қаншалықты қатал екенін жақсы білетін. Эвелин ережеге адал, нағыз жауынгер ретінде суыққанды түрде жауап берді. Мұндай қорлық үшін тек қана өлім жазасы. Дәл осы сәтте жиынның жүзінде мысқылды жымиыс пайда болды.
Ол сахнаны шебер дайындады, ал Эвелин оның сценарийін мінсіз орындап шықты. Жин өзін мейірімді етіп көрсеткендей кейіп танытып, бұлар әлі оң солын танымаған, толық инициациядан өтпеген балалар ғана. Сондықтан олардың жанын қиюдың қажеті жоқ. Бір қолын кесу жеткілікті. Күнәлары осымен жуылсын деп үкім кесті. Келесі сәтте Эвелин тоқтаусыз жұмыс істейтін, сезімсіз қасапшы машина секілді қозғала бастады. Байар әулетінің екінші ұлы жанұшыра қашуға тырысқанымен, оң қолы бір сәтте шабылып түсті. Жауынгерлер басшысының тұңғышы жан түршігерлік дауыспен айқайлап, айналаны қанға бөктірді. Саудагерлер әулетінің төртінші қызының нәзік қолы да еш аяусыз кесілді. Клаков әулетінің үшінші ұлы мен Ховард әулетінің үлкен қызы да Эвелиннің қатал қылышынан қашып құтыла алмады. Осылайша жиынның жоспарлаған тапсырмасының орындалу деңгейі 79-ға жетті. Ай сарайындағы қанды түн енді басталды, зал іші запыран құсқандай ауыр үрейге толды. Бір ақсүйек еңбектеп барып, Аксион Рагнерден жанұшыра көмек сұрады. Бірақ Аксионның суық жүзі жүгімеді. Ол тек жиынның жаңағы қатал сөзін қайталады. Сабыр ет, бұл жай ғана сәлемдесу. Әлгі бейбақ өзіне қарай ажал оғындай жақындап келе жатқан Эвелинді көріп үлгергенімен бәрі кешеді. Қылыш жарқ етті. Келесі сәтте оның қолы шабылып түсіп, шашыраған ыстық қан Аксионның бетін бояп кете жаздады. Аксион бұрылып, қанға боялған залды үнсіз шолып шықты. Содан кейін барып бұрынғы ұстазымен көз түйістірді. Эвелин сабырлы күйде басын изеді. Ол тек Рагнер әулетінің қасиетті қаны туралы қорлай сөйлеп, тіліне ие болмағандарды ғана нысанаға алған еді. Бәрі жиынның алдын ала сызған картасымен жүріп жатты. Ол тіпті Аксионның өзі бұл қанды жазаны тоқтата алмайтындай тығырыққа тіреп қойған болатын. Эвелин небәрі бірнеше минут ішінде 14 адамның оң қолын шауып түсірді. Теориялық тұрғыда, егер олар кесілген мүшелерін дереу емшілерге жеткізсе, қайта жалғау мүмкін еді. Алайда олардың өмірі бәрібір түбегейлі өзгерді. Ол қолдар бұдан былай ешқашан қылыш ұстап, соғыса алмайды. Аксион Рагнер үшін бұл қанды көріністен де маңызды бір жұмбақ пайда болды. Жин қалайша Ремингтон мен Эвелиндей мықтыларды өз жағына тарта алды. Бұрын қоқыс деп менсінбеген Ай сарайының мұрагері енді айналасына үрей туғызатын қауіпті тұлғаға айналған еді. Бірақ Аксионның ішінде қорқыныш емес, керісінше, қан иісінен оянған қуаныш сезімі биледі. Оның осы інісін өз қолымен жеңуге деген құштарлығы бұрынғыдан да күшейе түсті. Ал жин мақсатына жеткен соң, Эвелин мен Ремингтонды шақырып, сарайдан бір жола кетуге шешім қабылдады. Олар кетіп бара жатқанда, тірі қалған ақсүйектер қорқыныштан үнсіз қарап қала берді. Ағайындылар бір-біріне соңғы рет көз тастады, бұл сәтте сөз артық еді. Алайда кетер алдында жин Аксионның қолын сондай бір қатты қысып, оның қымбат киімін мыжып жібере жаздады. Бұл тек қоштасу емес, алдағы үлкен соғыстың белгісі. Жин жүзіне әлсіз жымиыс үйіріп, бұл қанға бөккен қабылдау шынымен де көңілді болды деп қоштасу сөзін тастады. Осы сәтте ол өзіне жабысқан Рагнердің керексізі деген лақап атты тарих қойнауына бір жола көміп, соңғы тапсырмасын абыроймен аяқтады. Аксион іштей ашудан қайнап тұрса да, дәл сол жерде әрекет етудің ақылға қонымсыз екенін сезді. Ол өзін әрең тежеп, сарайдан шыға сала жиынның атын айқайлап, ызасын сыртқа шығарды. Енді ешкімде, ешқашанда жиынды қоқыс деп атауға батпайтын болады. Бірақ бұл соң емес, нағыз кек алу жолының басы ғана еді. Оның бұл ерлігі үшін алған сыйлығы тәжірибе эликсирі. Бұл 30 деңгейге дейінгі жауынгерді бірден 5 деңгейге көтеретін баға жетпес жәдігер болатын. Көп ұзамай бұл қанды оқиғаның хабары бүкіл сарайларға найзағайдай тарады. Беделді қабыршақты айдаһарлар қоғамында ондаған ақсүйектің қолы шабылыпты деген жаңалық жұрттың зәресін алды. Ал біздің кейіпкеріміз Жин болса, бұл жеңісті тойлауға көшті. Ол өзінің сенімді серіктерімен бірге папқа барып, жеңіс құрметіне тост көтерді. Тіпті қаталда сабырлы Эвелиннің өзі бұл кеште достарының қасынан табылды. Жин іштей, кеше ғана мені қорлағандардың бүгін түрі қандай болды екен, деп мақтанышпен күлімсіреді. Осы уақытта Камелия сарайында Амелия Рагнер болған жағдайға сене алмай отыр еді. Олар жиынды тұзаққа түсіреміз деп жүріп, оған заңды түрде билік беріп қойғанына, тіпті Аксионның көз алдында бәрін қан жоса қылғанына күйінді. Аксион болған жайтты амалсыз мойындаса да, Амелияның ызасы басылар емес. Ол, мен саған оны жеңіл қабылдама деп ескерткен едім, деп Аксионға шүйлікті. Олар жиынды бақылауда ұстауы керек еді, бірақ оның орнына оған толық еркіндік беріп, өз қолдарымен аш қасқырды босатып жібергендеріне бармақ тістеп өкінді. Аксион өз іс-әрекетін ақтауға тырысып, егер жиын бедел жинай берсе, Ай сарайын қолға алу қиындай түсетінін түсіндірмек болды. Алайда Амелия Рагнер оның уәжін құлағына да ілмеді. Ол осыншама бейберекетсіздікке жол берген үшін Аксионды қатаң сынның астына алды. Дәл осы сәтте оның ағасы Эдро сабыр сақтап, жағдайға басқа қырынан қарауды ұсынды. Оның ойынша, бұл қанды оқиғаның жақсы жағы да бар. Ай ордені әлі де ру басшысының бақылауында болғандықтан, оны бірден тартып алу мүмкін емес. Бірақ жиын тудырған осы аласапыранды сылтау етіп, оны заң алдында қысымға алуға жол ашылды. Бұл жиынды заңды түрде тұншықтырудың таптырмас мүмкіндігі еді.
Амелия бұл қулыққа толы жоспарды құптап, дайындыққа қанша уақыт кететінін сұрады. Эдроның жауабы нық еді, бәрі әлдеқашан дайын. Ертең таңертең жеңіс хабарын еститін боласыз. Ол тіпті оңтүстік Акрай жанартауынан әкелінген хош иісті заттармен қарындасының көңілін аулап ашуын басты. Осы уақытта биік мұнаралардың бірінде Ремингтон мен Джин оңаша қалған еді. Ремингтон өзінің жас қожайынына деген шексіз таңданысын жасыра алмады. Сен мен үшін осыншама қауіпке барады деп ойламаппын, деді ол толқып. Ал Джин болса, апельсин шырынына мастанып қалғандай көңілді күйде Ремингтонның бұл сөздеріне күле жауап берді. Алайда Ремингтонның сөзінде терең шындық жатты. Ол Джиннің өз басына келген қорлықтарға тіс жармай төзіп келгенін, бірақ досының намысына тиген сәтте бір секундта кідірместен қатал жазаға көшкенін көріп қайран қалған еді. Өзінің сол сәтте дәрменсіз болғанына іштей ұялып, Джиннің ерлігіне бас иді. Ремингтон үшін Джиннің өткендегі менсінбеушілікпен келемежді жеңіп, бүгінгідей айбынды тұлғаға айналуы нағыз ерлік. Тіпті Камиге қарсы тұру өліммен тең болып көрінгенімен, Джиннің қаймықпай шайқасқаны оның бойындағы шынайы Рагнер рухын көрсеткен еді. Джиннің кез келген қауіпке қаймықпай қарсы тұратын батылдығымен, қылышты еш күмәнсіз ұстайтын суық мінезі Ремингтонды шын мәнінде таңғалдырды. Ол енді еш екіұшты ойсыз шешім қабылдады. Әулет бұйрығына қарсы шығып болса да, өз жолын таңдап, Джиннің соңынан еруге серт берді. Айналадағы жақтастары бұл шешімді қуана қарсы алып, екеуіне де қолдау көрсетіп жатты. Джин бұл жағдайдың мән жайын түсіндірмек болғанымен, Эвелин үнсіз ғана қоя сал дегендей ишарат жасады. Себебі бұл жай ғана келісім емес, бұл адамдардың Джиннің айналасына топтаса бастағанның алғашқы белгісі еді. Сырттай жымиғанымен, Джин өзін ерекше дарын иесімін деп санамады. Ол қазіргі барлық қауқары мен жетістіктерінің құпиясы, жұмбақ жүйенің арқасында келгенін жақсы білетін. Өз көрсеткіштерін тағы бір мәрте шолып шыққанда, ол осы уақытқа дейін бағындырған белестерінің бәрі сол жүйенің жемісі екенін анық аңғарды. Бастапқыда ол бұл құбылысты өткен өмірінің бір елесі немесе сағымы шығар деп ойлаған. Алайда алдында тұрған нақты әрі жүйелі ақпараттар оның мүлде басқа, тылсым нәрсе екенін дәлелдеді. Қанша жерден таныс сезім болса да, ол бұл туралы бас қатырмауды жөн көрді. Қалай болғанда да, бұл жүйе оны күн өткен сайын құдіретті етіп бара жатты. Қабыршақты айдаһарлар қоғамындағы қанды түннен кейін оның деңгейі тағы да өсті. Әрбір жаңа деңгей сайын жүйе оған еркін ұпайлар сыйлап, сол арқылы өз қабілеттерін қалауынша шыңдауға мүмкіндік берді. Ол өз күшін нақты қай бағытта жетілдіру керектігін түсінді. Болашақта мұндай шексіз әлеуеті бар адамның қаншалықты қауіпті құбыжыққа айналатынын елестеткенде, оның денесін бір сәт суық үрей биледі. Сол сәтте Джиннің жүзінде пайда болған суық әрі қатал жымиыс тіпті тәжірибелі Эвелиннің өзінде сескендіріп тастады. Алайда Джин тез жинақталып, ең алдымен Камелия сарайынан келетін соққыға дайын болу керектігін түсінді. Нағыз шайқас енді басталмақ. Джин байсалды қалыппен Ремингтонға бұрылып, одан көмек сұрай алатынын білгісі келді. Досы еш ойланбастан кез келген қауіпке бірге баруға дайын екенін айтты. Джин оны жақын тартып, еркелетіп Реми деп атағанда, Ремингтон сәл қысылғанымен, іштей досының бұл сеніміне шексіз қуанып қалды. Джин жасырын бір затты алып шығып, Ремиге ұстатты. Оның жүзі бірден салмақтанып сала берді. Жақын арада Аксион мен Тау үшін аяусыз қақтығыс басталатынын ашық айтты. Осы шешуші шайқаста оған Ремингтонның айнымас қолдауы қажет еді. Реми бір сәт үнсіздікке шомды. Ал Джин болса өткен өміріндегі Ремингтонды еске алды. Ол кезде Ремингтон Нарси әулетінің айбынды басшысына айналып, тіпті Рагнерлермен тең дәрежеде бәсекелесе алатын деңгейге жеткен болатын. Джин мұндай құнды одақтасты өз жағына тартудың қаншалықты маңызды екенін жақсы түсінді. Ол Ремингтонға маңызды бір құжатты тапсырды. Реми адал болуға әлдеқашан ант бергендіктен бар күш-жігерін сарп етуге уәде берді. Бірақ Джин алғыс айтып үлгерместен, есік тарс ашылып, бөлмеге суық леп кіріп келді. Біреу Джиннің тегін айқайлап айналаны дүрліктірді. Қаруланған күзетшілер лап қойып кіріп, заң атынан Джин Рагнерді тұтқындаймыз деп жариялады. Оған заңсыз шабуыл жасау, ақсүйектерді қорқыту және билікке қысым көрсету сияқты ауыр айыптар тағылды. Эвелин бұл жағдайдың ақылға сыймайтынын айтып, араша түспек болғанда, Джин оны байсалдылықпен тоқтатты. Ол тұтқындау қағазын тексерді, бәрі заңды, тіпті мөрі әлі кеппепті. Бұл қарсыластарының тым асығыс әрі қатты қорыққаннан жасаған қадамы еді. Джин қарсыласудың орнына олармен бірге баруға шешім қабылдады. Оның қолына темір кісен салынды. Кетерінде ол достарына қарап, жеңіске сенімді кейіппен жымиды. Бұл мен келгенше бәрін реттеп үлгересіңдер деген үнсіз бұйрық еді. Ремингтон мен Эвелин не болғанын түсінбей, есеңгіреп қала берді. Реми қолындағы Джин берген құжатқа қарап, терең ойға батты. Күзетшілерден тұтқындаудың басты себебін сұрағанда, қабыршақты айдаһарлар қоғамында бүлік ұйымдастырды деген суық жауап алды. Бұл суық хабар ай сарайына жеткенде, Джиннің анасы ұлын сотқа алып кеткенін естіп, уыны босап, тізерлеп отыра кетті. Оның жүрегі баласының тағдыры үшін қайтадан қорқынышқа толды.
Тұтқындаудың себебін сұрағанда күзетшілер оған қабыршақта айдаһарлар қоғамындағы қанды оқиға үшін бүлік ұйымдастырды деген ауыр айып тағылғанын жеткізді. Алайда Сесилия ұлына деген сенімін бір сәтте жоғалтқан жоқ. Ол жиынның бұл сынақтан да қасқай өтетініне кәміл сенді. Жиын сотқа бет алғанда бұл суық ғимаратты ұзақ уақыттан кейін қайта көріп тұрғанын түсінді. Ол өз әрекеттерінің салдарынан жеңіл құтылмайтынын, нағыз сот алдында жауап беретін сәт келгенін жақсы сезді. Әсіресе, әулет мұрагері ретінде оның құқығы мен мәртебесі қыл үстінде тұр еді. Оны сот залына кіргізгенде, жиын ең ықпалды, азулы тұлғалармен бетпе-бет келді. Қара айдаһар Julius Ragner, аспан айдаһары Эдро, Плам сарайының қылыш айдаһары Осыр Рагнер және бас кеңесші Олкан Рагнер әулеттің бүкіл қаймағы осында жиналған екен. Өткен өмірінде болса, ол мұндай тұлғалардың мысынан басылып, тілі байланып қалар еді. Бірақ қазіргі жиын мүлде басқа адам. Олкан оны қатал түрде сөгіп, оның бұл қылығынан кейін көптеген одақтас әулеттер Рагнерлерден теріс айналып жатқанын айтып, қатаң жауапкершілік талап етті. Ал жиын болса, кінәсін мойындай тұра, залдағыларды сескендіріп тастаған жауап берді. Мен олардың тек қолын емес, бастарын алуым керек еді. Бұл сөздер найзағайдай тиіп, жиналғандарды аң-таң қалдырды. Ол өз ойын былайша негіздеді: билеуші өз жері мен абыройын бөліседі, ал бағынышты адам өз адалдығын, қажет болса, жанымен дәлелдеуі тиіс. Нағыз тәртіп осы. Ол тек қана Рагнер әулетінің абыройын аяққа таптатпау үшін әрекет еткенін қасқайып тұрып айтты. Зал ішіне өлі тыныштық орнады. Тіпті қатал Julius'тың өзі мұндай батыл жауапты жоғары бағалады. Олкан оны айла жасап, судан таза шыққысы келіп тұр деп күмәнданғанымен, Осыр Рагнер күтпеген жерден жиынның жағына шықты. Ол дұрыс айтып тұр. Нағыз Рагнер солай сөйлеуі керек, деді ол. Сот шешімі бойынша жиынге 3 айлық сынақ мерзімі түріндегі жаза тағайындалды. Алайда ол күтпеген жерден ояту рәсіміне қатысуға өтініш берді. Бастапқыда қарсылық болғанымен, Осыр оның өтінішін қабыл алып, келесі жылғы рәсімге қатысуға рұқсат берді. Эдроун бұл шешімге іштей қуанып, мысқылмен жымиды. Оның есебінше жиынның рәсімі кейінге шегерілсе, оның беделіне нұқсан келіп, Ай сарайының ықпалы әлсірейді. Бұл Камелия сарайына тізгінді өз қолына алып, Ай сарайын бақылауға алуға таптырмас мүмкіндік беретін еді. Эдро жиынның бұдан былай ештеңе істей алмайтынына және ақырында жеңілісін мойындайтынына нық сенді. Ол апелляцияға жүгіну ажалмен ойнау екенін, оның соңы өлімге әкелуі мүмкін екенін жақсы білетін. Сондықтан жиын мұндай тәуекелге бармайды деп ойлаған еді. Алайда сот залын жиынның саңқ еткен дауысы жаңғыртты. Мен апелляцияға беремін. Бұл сөзді естігенде залдағылар ғана емес, Эдроның өзі де есеңгіреп қалды. Ол іштей күлкісін тыя алмай, жиынды шексіз тәкаппар әрі ақымаққа балап, жағдайдың өз пайдасына шешілгеніне сенімді болды. Осы сәтте Julius қабағын түйіп, жиыннен сұрады: сен апелляцияның шынайы мәнін түсініп тұрсың ба? Жиын сабырлы қалыппен: әрине түсінемін деп жауап берді. Ол бұл қадамның артында 3 айлық жазадан да ауыр сынақ тұрғанын жақсы сезді. Қара айдаһардың айналасына таратқан ауыр мысы мен қысымына қарамастан, жиын өз жоспарынан айнымады. Ол Рагнер әулетінің қатал заңдары бойынша апелляция жай ғана дау емес, бұл ашықтан ашық соғыс жариялаумен тең екенін ашық айтты. Жиын ешқандай жазаға, тіпті ең жеңіл түріне де көнгісі келмеді. Ол тек толық жеңісті көздеді. Сот залындағы ауыр тыныштықты жиынның салқын дауысы бұзды. Шындықты тек күшті адам ғана орнатады. Ол өз әрекеттері үшін жаза емес, керісінше, әулет абыройын қорғаған үшін марапат алуы тиіс екенін айтқанда, бүкіл зал таңғалыстан тілін тістеп қалды. Дәл осы уақытта, солтүстіктің қақаған суығында, Сирия саудагерлер одағының құпия бөлімшесі лаулаған өртке оранып жатқан еді. Эвлин соңғы қарсыласын сұлатып түсірсе, Ремингтон бұл жердің жиын айтқан дәл сол жасырын иін екеніне көз жеткізді. Екеуі бұл ұяны күл талқан етіп, болашақ сот процесінің тағдырын өзгертетін шешуші дәлелді қолға түсірді. Сот залына қайта оралсақ, Эдро мен оның жақтастары іштей мерекелеп, Камелия сарайының жоспары іске асты деп масаттанып отырды. Осы сәтте Вулкан жиынге шүйлігіп, неге 3 ай күтіп, оңай құтылудың орнына мәселені соғысқа дейін ушықтырып отырсың, деп оны шектен шыққан тәкаппарлықпен айыптады. Ол мысқылдап: сен жалғыз өзің 15 әулеттің біріккен күшіне қарсы тұра аламын деп шынымен ойлайсың ба? деп сұрады. Жиын сабырын жоғалтпастан күштең емес екенін ашық мойындады. Бірақ ол Рагнер заңдарындағы ескі бір қағиданы еске салды: мұндай жағдайда мәселені өкілдер арасындағы жекпе-жекпен шешуге болады. Апелляция дегеніміз түптің түбінде шындықты қылышпен дәлелдеу. Егер тараптар тең болмаса, әр тарап бір жауынгер шығарып, жеңімпазды анықтауы тиіс. Жиын бүкіл залдағыларды сескендіріп, сол жекпе-жекке өзінің өкіл ретінде шығатынын мәлімдеді. Julius мұны естігенде, оқиғаның беталысы қиындап бара жатқанын түсінді. Егер бәрі осылай жалғаса берсе, жиынның жеңілуі уақыт еншісінде. Ол жиынге қарап: сенің нақты жоспарың бар ма? Егер біреу сенің орнына шайқасады деп үміттенсең, қатты қателесесің деп қатал ескерту жасады. Жиынның бұл тәуекелі не толық жеңіс, не түпкілікті құрдым.
Барлық ескертулерге қарамастан, Жин қатал ереже бойынша дәл бір аптадан кейін өкілдік жекпе-жекті өткізуді талап етті. Эд оның бұл жоспарын түсінгенсіп іштей мысқылдады. Ол, мүмкін, Жүлиус немесе Эвлин оның орнына шығар деп ойлады. Бірақ, шын мәнінде, Жиннің абыройы үшін ешкім де басын бәйгеге тікпейтіні анық еді. Ақырында Жин шарасыздықтан өзі ғана жекпе-жекке шығуға мәжбүр болады деп есептеді. Сондықтан Эдро өз тарапынан өкіл ретінде аксионды таңдап, Жинді толықтай басып жаншып, бүкіл мәселені сол жерде аяқтауды көздеді. Ол өз өкілін саңқылдаған дауыспен жарияламақ болған сәтте, кенеттен сот залының есігі айқара ашылып, табалдырықтан бір адам көрінді. Зал ішіне лезде өлі тыныштық орнады. Жаңа келген тұлға Жинге қарап, оның таңғаларлықтай өзгергенін айтып мақтап өтті. Бұл бүкіл әулеттің айбынды басшысы Кайл Рагнер еді. Ол кірген бойда залдағылардың бәрі сескеніп, құрмет көрсетіп, иіліп, тіпті тізе бүгіп сәлем берді. Дәл осы қатерлі сәтте Жиннің көз алдында жүйе терезесі жарқ етіп, жаңа тапсырма пайда болды. Камелия сарайын басып алып, оның құпиясын ашу. Жин бұл жаттығудан кейінгі алғашқы ерекше миссия екенін бірден ұқты. Бұл тапсырма бұрын көрген көгілдір жарықпен тікелей байланысты болуы мүмкін деп топшылады. Соңғы аласапыран оқиғалардың әсерінен бұл жұмбақ туралы ұмыта бастаған еді, бірақ енді бәрі бір-бірімен байланыса бастағандай болды. Алайда ол бұл ойды кейінге ысырып, қазіргі жағдайға назар аударды. Әулет басшысының өзі келуі бүкіл жоспарда аяқ астынан өзгертіп жіберуі мүмкін үлкен фактор еді. Жин әкесіне неге келгенін сұрағанда, Кайл оған орнынан тұруды бұйырып, болған жағдайдың бәрін естігенін айтты. Сондай-ақ оның өкілдік жекпе-жегі арқылы апелляцияға бермек ниетін түсінетінін білдірді. Жин бұл ойын растады. Сонда Кайл, сенің жағдайында бұл жекпе-жекке шығудың тым қиын екенін түсініп тұрмын. Ендеше сенің орныңа кім шығады? деп сұрады. Жин бұл сұрақтың үлкен сынақ екенін бірден ұқты. Оның орнына шығатын ешкім жоқ еді. Сондықтан, мен өзім шығамын, деп нығайтты. Кайл бірден оның бұл қадамы жеңіліспен аяқталатынын ескертті. Бірақ Жин сабыр сақтап, әлі жасап көрмей жатып, қорытынды жасау ертерек деп жауап берді. Нағыз шайқас енді басталмақ. Жин өз жолын өзі таңдап, ешкімге бас имейтінін бүкіл залдың алдында нық көрсетті. Мұны естіген Кайл Рагнер дауыстап күліп жіберді. Естідіңдер ме? деп залға мақтанышпен қарады. Ол ұлының бойындағы бұл қайсар мінезді Рагнер әулетінің шынайы болмысы деп танып, мұндай батылдық пен тәкаппарлықты жоғары бағалады. Жин іштей қуанды. Бәрі оның дәлме-дәл сызылған жоспары бойынша жүріп жатты. Ол өкілдік жекпе-жекке қатысты шешімді алдын ала есептеп қойған еді. Шын мәнінде ол ешқандай қанды шайқасқа шығуға міндетті емес екенін білетін. Осындай қатерлі сәтте сабыр сақтап, нық сөйлегеніне өзі де риза болды. Оның үстіне Эвлин мен Ремингтонға тапсырылған құпия миссияның нәтижесі жақын қалды. Камелия сарайының опасыздығы мен сатқындығын дәлелдейтін айғақтар қолына түскен сәтте, ешқандай қылыш сермемей-ақ жауларын бір жола күл-талқан ететініне ол нық сенімді еді. Дәл осы сәтте Кайл Рагнер бүкіл залдағыларды есеңгіретіп тастаған күтпеген ұсыныс жасады. Соттың енді қажеті жоқ. Егер Жин менің бір соққыма төтеп бере алса, онда оған тағылған барлық айып пен жазаны дереу тоқтатамын. Бұл жай ғана ұсыныс емес, бұл ажалмен бетпе-бет келу еді. Әулет билеушісінің соққысы қаншалықты жойқын болатынын бәрі жақсы түсінді. Енді Жиннің тағдыры небәрі бір сәттік төзімге байланысты болмақ. Достар, бүгінгі бөлім осымен аяқталды. Жиннің тағдыры қыл үстінде тұр. Ол әкесінің жойқын соққысына төтеп бере ала ма? Оны келесі бөлімде бірге көретін боламыз. Егер видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі бөлім тезірек шықсын десеңіздер, бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Неғұрлым белсенділік жоғары болса, мен де жаңа бөлімді соғұрлым жылдам дайындаймын. Ал егер маған және каналдың дамуына, сондай-ақ алдағы үлкен мақсаттарыма ақшалай қолдау көрсеткілеріңіз келсе, видео астындағы сипаттама бөліміне өзімнің Каспи нөмірімді қалдырдым. Әрбір көмектеріңіз мен үшін өте маңызды және видеолардың сапасын арттыруға тікелей әсер етеді. Келесі қызықты бөлімде кездескенше сау болыңыздар.